Көкпардың алаңы батырлар сынағы. Көкпардың қызған шағы еді, алаң шыққан әрбір шабандоздың жүрегінде от, астындағы тұлпардың тұяғында найзағай ойнап тұрады. Жан-жақты халықтың қиқуы, бәрекелді деген дауыстар алаңды жаңартып жатты. Көпшілік үшін көкпар тек серке тартыс емес, ол нағыз ердің сынағы. Бірі пас беріп командалық ойынды құп көрсе, енді бірі жалғыз шауып арқылы өзінің қайратыны, жүректілігін көрсетеді. Міне осындайда жұрт назарын өзіне аударған шабандоздар, ер жүрек шабандоздар кездеседі. Ол көкпар тигенде сәтте арқасын тік ұстап, найза ұстаған баһадүрдей еңсесін тіктеп халықтың рухын көтеріп жібереді. Мынау нағыз шабандоз ғой деп талай көрермен сүйсінетін. Өйткені ол топқа тасып анаған бермей мынаған беріп деп шұбатпай көкпарды өзі іліп тік шабады, қайратына сенеді. Осындай өр мінез жігіттерді көп жұрт құрметтейді. Иә, сол үшін халық ішінде бір пікір бар: нағыз шабандоз деген көкпарды тигенде тік отыратын, басқаның айтуымен емес, өзінің жүрек отымен шабатын ер. Ол халыққа рух сыйлайды, алаңды қыздырады, атын да өзін де шыңдайды. Міне сондай жігіттерді жұрт әрқашан қолдап, аңыз қылып айтады.